әпкеге алғыс. Нұсқаумен көрсеткен кәдені ұқтым. Анамыздай айнымай, туған ақ есінен айналған әдемі үміттің, өшірмейтін жарығының, мына әлемдегі белгісі болып жаралған әдеміліктің. Ұстазға алғыс, бағам жағына батыл бел асқаныма, төзендіріп өмірдің талаптарына ниеттенген арманның ең асқағына, арқасында ұстаздың даналар баққан, ой өрсем бұл күнде тен аспаныма. Алғыс жанарымды жайнатқан жөргектегі елге мен сөзі түзу жан болар ма едім. Құбат алды бесігін тербетпегенде, түн ұйқысын тәрті етіп тынымсыздықшы тасыған еңбек дегенде. Тасыма алғыс, бізге қарсы шығатын қиындықтарға ең бақытты ел болып жүретін едім. Қосылғанда достарым күйімді оққанда көтеретті, еңсемді егіліп талсам, жақсылықты жамандық зұлым жаққанда. Әкеге алғыс, ол болсын деп тілеген ертіргімдей, өмірімде бөрідей болуға балып, қойнына басатын бөлтіргіндей, бақытым бола жырымды жария етсем, әуелеген әкемнің еркін үніндей. Айту күні алғысы бірінші наурыз, парыз екен бәріне айту алғыс, өмір берген, жан берген, қуат берген Аллахыма айтамын мен шексіз алғыс. Ризашылық тақпағы, ризамын бүгінге, ризамын бүгінге, ризамын бүгінге, ризамын қазірге, ризамын бүгінге, ризамын қазірге. Анаға өмір сыйлағаны үшін, әкеге қорған болғаны үшін, далаға гүлдері мен көк шалғыны үшін, сөзге жанды жылытатыны үшін. Күні еркеліктен күлім кеп, әрқадан берім төккен күлім кеп, ақ жаулыға жербереген апатай, мың алғыс айтқан күлім кеп. Неге алғыс жалғасы болып өмірдің, тұратын күліп деп жүреді артықтап көтеремін мен. Атамыздың аманат мұратын биік қиындыққа төбетсе соққы болатын. Келме алғыс, балам едім батамен, жанатты баға, нәтижесі тілектің өзі туған, мына ұлың ақын болып жаратылғаны, қол жеткізу белме, тату етім, бесікте қыранның қанатындағы.